Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен осындай әртүрлі жемістерден жасалатын компот түрін жасаймыз. Яғни компотымыз ассорти болып шығады. Ең алдымен банкаларымызды жуып тазалап, шәугімдердің үстіне булап қайнатып аламыз. Одан кейін крышкаларды да 5 минуттан қайнатамыз. Енді жуып тазалап алған жемістерімізді банкаларға бөліп шығамыз. Мен 3 литрлік банкімізге 10 абрикостан бөліп салдым. 3 банкімізге. Одан кейін келесі кезекте сливаларымызды 3-4 данадан 5-6 данадан салсаңыздар да жетеді. Одан кейінгі кезекте мен алмаларымызды 2-3 алмадан салып шықтым барлық банкаға. Одан кейін шиелерімізді 1-1,5 стаканнан бөліп салсаңыздар болады. Өте керемет дәм береді шиелеріміз. Достар, сіздерге жемістердің қай түрі ұнайды, сол түрін салып қысқаға жауып алсаңыздар болады. Міне шиелерімізді бөліп салдым. Енді келесі кезекте қайнап тұрған суымызды барлық банкаларымызға құйып шығамыз. Одан кейін келесі кезекте крышкаларының беттеріне жауып қоямыз да жарты сағат немесе әбден суығанша суытып қоямыз. Банкаларымыз суып болғаннан кейін осындай үлкен ыдысқа компоттарымызды қайтадан құямыз. Барлығын құйып алғаннан кейін үстіне өлшеп алған қантымызды саламыз да бір қайнатып аламыз. Суымыз қайнағаннан кейін осылай енді банкаларымызға қайтадан толтырып құйып шығамыз. Достар, менің YouTube арнамда басқа да керемет выпечкалардың, пирогтардың, булочкалардың түрін таба аласыздар. Және онда табиғи өріктен жасалған шырынды қысқаға жауып қойсаңыздар болады. Достар, мен енді 3-ші банкаға осындай мятаны салып көруді жөн көрдім. Енді қайнап тұрған суымызды үстіне толтыра құйып шығамыз. Және закрывашканың көмегімен жауып аламыз. Достар, осы рецептті міндетті түрде жасап көріңіздер. Толық жасалу жолы мен описанияға төмендегі жерге қалдырып кететін боламын. Содан қарап жасап көріңіздер. Және осыны ассорти түрін іздеп жүрген достарыңызбен, құрбы достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Достар, менің әлі де YouTube арнама тіркелмесеңіз тіркеліп, жандағы қоңырауны басып қойсаңыз, алдағы уақытта осындай керемет рецептерді бөлісіп отырамын. Және достар, сіздерге компоттың қай түрі ұнайды, соны комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер. Көп мені тыңдағандарыңызға рахмет.